Бұл елге сыйлы, көпке үлгі болған Халықовтар әулеті. Тамыры тереңге таралған, бірлігін жоғалтпаған үлкен отбасы. Әулеттің үлкендері Бақтығали мен жары Қазима Халықовтар. Бақтығали 90 ұлы 42 жыл бойы бригадир болып еңбек етіп, елінің игілігі үшін аянбай тер төккен, жұрт құрметтеген ел ағасы. Қазима Халықова шаңырақтың ұйытқысы, ұрпаққа мейірім мен тәрбие дарытқан ана. Бүгінде осы берекелі әулеттен 11 ұл мен қыз тараған. 31 немере, 60 шөбере, бірлік пен бауырмалдық, үлкенге құрмет, кішіге ізет сынды құндылықтар сол қалпында сақталған. Халықовтар әулеті еңбектің қадірін біліп, татулықты ту еткен өнегелі әулет. Теректенский район Ақсұғым ауылынан Ақсұғымда шалым енді 31 бригадир болып 70 жасында дүние салып, ұлдарын, қыздарын бәрін қатарға кіргізіп дүние салды. 13 бала дүниеге келтірдім. 13-тің бір ұл, бір қыз дүние қайтты. Енді қалған ұрпақтарым Құдайға шүкір аман есен, өмірлі шүбірлі болып, немере сүйіп, шөбере сүйіп жатыр. Дендеріне саулық тілеймін балаларыма. Бұл әулетте әр мереке ерекше аталып өтеді. Өткен жылы әулеттің бәйтерегі Қазима анамыздың 85 жылдық мерейтойын барлық ұрпақ жиналып атап өтті. Балалары мен немерелері тосын ұйымдастырып, аналарына ерекше көңіл күй сыйлаған еді. Балаларым мына жағалай отырған. 9 ұл 4 қыз. 9 ұл 4 қыз. Содан өзі өрбеген ұрпақтарым ғой осы. Мен өзім кіндіктен жаңғыз адаммын. Түскен жоқ, тұрғанда жоқ. Құдайдан алақаны жайып тілеп алған. Мені анам құбылаға қарап отырып соқыр қыз бер деп. Сонда берген соқыр қызы мен. Мен енді осы ұрпақтарымның тілегін тілеп, амандығын тілеп отырам. Жастарға не тілек айтайын енді өздері. Құмыр жастар жақпыз, дендері сау болып, осы ойлаған арманына жетуге тілектесім мен енді. Әкенің жолын жалғап, ауыл шаруашылығы саласында еңбек етіп жүрген үлкен ұлы Мұрат Халықов. Ол да әкесінен алған еңбекқорлық пен адамгершілік қасиеттерді өмірлік ұстанымына айналдырған. Бүгінде өз балаларына да сол тәлім-тәрбиені үйретіп, немерелерін бауырмалдық пен ағайын арасындағы татулыққа баулып келеді. Мұрат ағамыз елге сыйлы, сөзі өтімді, көпшілікке үлгі болар ел ағасы. Енді бізде де әкеміз кішкентайымыздан еңбекке тәрбиеледі, бәрімізді өзінің қасында алып жүріп. Кішкентай кезден сол әкемнің қасында жүрдім мен бригадада. Сол мектепке барғанша, мектептен кейін де, мектеп бітіргеннен кейін комбайнда жұмыс істедік әкеміздің қасында. Әкеміздің бұрын тәрбиелеген азаматтарының қасына қосып, солай еңбек жолына тәрбие етті бәрімізді. Сол бірімізден біріміз қалмай, ағасынан інісі көрген істеп, бірге өстік сете бәріміз. Бір жағадан бас, бір жеңден қол шығарып, ауыз біріншікті өмір сүріп жатырмыз. Әкемізден анамыздың тәрбиелеген тәрбиесін балдарымызға беріп жатырмыз. Әр уақытта үлкен алдынан өтпеңдер, сыйлаңдар, танымасаңдар да сәлемдерің жүзу болсын деп. Содан сол балдарымыз шүкір тәрбиемізді алды. Енді өздерін балдарын тәрбиелеп жатыр. Анасы бар адам ешқашанда қартаймайды дейді ғой, өзімізді бала сезінеміз әлі. Анамыздың алдында. Ең бірінші сыйластық керек қой. Екі жастың арасында бірінші сыйластық болу керек. Сыйластық болу керек. Бірінің айтқан сөзін бірі тыңдау керек. Кішіпейілді болу керек. Екеуі бірдей сөйлемеу керек. Бірінің бетінен бірі алмай. Бірін бірі тыңдап. Неге мен үйттім, неге бұлай етпедім деп соңынан өкінбей, жаңағыдай алдын алып отыру керек. Осы әжемізді орталарыңызға алып, төрде отыр,
Жалпы ата-ананы сыйлаудың да маңыздылығын айта кетсеңіз. Ата-ананы енді әр қазақтың баласы сыйлау керек қой. Өмір сыйлаған ананы, әкені, алладан кейін әке мен ана ғой өмір сыйлаған бізге. Соны құрметтеп өту керек. Бұл дүниеден озғанша алдында. Әр уақытта бізде ол кісілердің алдында сәби болып өтеміз ғой. Сондықтан ата-ананы сыйлау керек әр уақытта. Үйдің кенжесі, ұстаз, Бағдагүл апамыз да әкесінен алған тәрбиенің отбасы ұйытқысына айналуына басты себеп болғанын айтады. Ұрпақ тәрбиесіне қажет қағидалар мен отбасыдағы басты құндылықтардың мәнін терең түсінген Бағдагүл апамыздан отбасыдағы ең маңызды құндылықтарды сұрадық. Мен енді өзім 11 ағайындың кенжесімін, 13-шімін үйде, соны бәріне мақтанып айтып жүрем. Бізде енді 8 жеңгем бар, 12 немере келім бар. Бұл үрдіс әкем көз тірісінде осылай жиі жиналатын кездеріміз болған. Сол кезде қонақтық біткеннен кейін бәрімізді жинайды. Жаңағыдай қорытынды ғой енді. Сол бәрін тілекті айтып, сол кезде айтатын еді. Осындай ұйымшыл болу керек, бір-біріңе көмектесіңдер. Үлкен, кіші деп сыйлап, солай осы бәріміз жиналатынымыз сол кісінің айтып кеткені. Өсиеті, бауырмал болыңдар, бірге болыңдар деп. Ылғи қонақтар жиналғанда бәрі қонақтар кеткеннен кейін бәріміз жинап отырысып қояды, немере бәрін сөйтіп жиналыс жасап жүрді. Сол біздің отбасымызда қалыптасып қалды. Енді ауылда үлгілі отбасының біріміз. Әкеміздің тәрбиесі деп ойлаймын. Әкем деген өте еңбекқор болды, шыншыл, ылғи да бәріне қамқорлық көрсетіп жүреді. Сол әкені көріп өскесін сондай болар деп есептеймін. Ұйымшылдық, бірге болу, қуанышта да, қиындықта да бір-біріне қолдап солай жүреміз. Бізде отбасында енді өнерлі інілерім, бауырларым бар. Мейірбек деген інім бар. Жаңағыдай көптеген конкурстарға қатысты. Қазақстан дауысы, кеше ұнайды маған деген неге қатысып жатыр, конкурсқа қатысып жатыр. Өзі ән шығарады. Әні де, сөзде домбырамен айтады, терме шығарады. Самат деген ағамның немересі Петропавлда спорт шебері, спорт школда оқиды. Бірнеше медальдары бар. Ортаншы ағам Жанболат деген ағамның немерелері деген Алматыда көптеген конкурстарға қатысып жүлделі орындар, бас жүлде алып келді. Мөлдір деген. Сол көп спорт жағынан да, күрес, ән айту, биден де барлық жағынан да жүлделі орындар, көптеген республикалық конкурстарға қатысып жүлделі орындар алып келді. Бұл әулетте еңбекпен қатар өнер мен спортта өз орнын тапқан. Немере балаларының қыздары би өнерімен айналысып, республикалық байқауларда жүлдегер атанып жүр. Ал ұлдары еркін және қазақша күресті серік етіп, түрлі жарыста ел намысын қорғауда. Қайырымыздың айына байланысты, қарты бар үйдің қазынасы бар деген сияқты үлкендерімізді құрметтеп, бүгін үлкен шаңырақта кіші баласы Нұроллаттың үйіне жиналатын жағдайымыз бар. Міне баршаңызды осы мейраммен құттықтаймын, баршаңызға алғыс айтамын. Үлкені бар, кішісі бар, бәрі жинап осы жерге келіп жатқандарыңызға, үлкендерімізге денсаулық тілеймін, дендеріңіз сау болсын, ортамызда аман отырыңыздар. Алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды.